Кайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздермен Айгүл Қалиқызы. Қысқы мезгілде рахаттанып отырып жейтін баклажан салатын жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалап, каналға тіркеліп, лайк басып қолдау жіберіңіздер. Салатқа керек бізге қызанақ, болгар бұрышы керек болады, әрі баклажан керек болады. Баклажанды қазақша қалай айтады, білсеңіздер комментарияға жаза кетіңіздер. Әрі осы сарымсақ керек болады, бір бас, әне ашты бұрыш керек болады. Барлығын осылай біз мясорубкадан немесе блендерден өткізетін боламыз. Құрметті көрермен, менің каналымда басқа да түрлі видео рецепттер бар. Кіріп көріп, ұнаса лайк басып, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қазақша контенттің менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетсеңіздер. Міне ендігі кезекте, құрметті көрермен, барлық тартып алған көкөністеріміздің барлығын салатымызды пісіратын кең ыдысымызға салып, бір келкі болғанша барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Ары қарай біз 250 мл сұйық майымызды құйып, 3 ас қасық қантымызды, 2 ас қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, отқа қоятын боламыз. Помидор массамыз бір бұрқ етіп қайнағанша біз баклажанымызды дайындай беретін боламыз. Баклажандарды үлкен-үлкен қып турайсыздар. Егерде сіздерде жіңішке болса, осылай дөңгелектеп қана турайтын боласыздар. Егерде бұдан да дәурек баклажан болса, ортасынан 2-ге бөліп, үлкен-үлкен қып турайтын боласыздар. Міне қыздар, баклажандарымыздың барлығын осылай үлкен-үлкен қып турап алғаннан кейін, отта тұрған және қайнап тұрған массамыздың үстіне салатын боламыз. Осылай барлық жері бұрқырап қайнау керек. Одан кейін 50 мл 9% уксус құятын боламыз. Уксустан кейін бірден баклажандарымызды салып, оттың астын баяу қойып, 30 минут араластырып отырып қайнататын боламыз. Міне құрметті қыздар, менің осы салатты қайнап атқанына баклажанды салғаннан кейін 20 минут уақыт өтті. Енді ары қарай бұл салатты араластырмайсыздар. 10 минуттай қайнатып, салатымызды оттан түсіретін боламыз. Міне қыздар, салатымыз дайын. Енді осыны оттан түсіріп, банкілерімізге құйып жаба беретін боламыз. Міне енді дайын салатымызды стерилизациядан өткен банкеге құйып, стерилизация етілген крышкаларымызды жауып, жаба беретін боламыз.
Міне құрметті көрермен, осындай керемет дәмді салатты қысқы мезгілде рахаттанып отырып жейтін боласыздар. Құрметті қыздар, осы әдіспенен жауып көрсеңіздер, міндетті түрде осы видеоның астына өз пікір ойларыңызды жазып қалдырсаңыздар болады. Немесе сіздер қандай әдіспен баклажан салатын жауасыздар, сонымен бөліссеңіздер болады. Осылай жасалған әдіспенен бұл салатты бөлме температурасында тұрған бөлмеге де сақтай берсеңіздер болады. Ендігі кезекте барлық жауып алған салаттарымыздың барлығын одеялға немесе орамалға орап бір күнге қойып аласыздар. Одан кейін басқа сақтайтын жерлеріңізге қоя берсеңіздер болады. Міне құрметті көрермен, салатымыз осымен дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыз. Келесі видеода кездескенше.